қазақ тілді парақшаларда жарнама беру трендке айналу керек. Но аналарға қарамаңдар, олардың жарнамасын қарамаңдар деген жоқ тақырып. Просто өз елімде, мен өз аудиториямда жұмыс істеп келе жатқаныма біраз жылдар болды. Өте қиын біздің жағдай болды. Біздің киноларда алынбады, қазақ кинолар, қазақша бағдарламалар телевидениеда бұрын аз болды. Оның бәрін біз үндемей өттік қой. Мысалы, көбісі айтады, енді қазақ тілді енді жаңағы өздерін защит етіп отыр ол кісілер. Енді біз жаңағы орыс тілді, жаңағы ағылшын тілінде медицина дамыған, жаңағы қазақ тілінде қиындау болады, әлемді зерттеу дейді ғой. Мен айтамын да, Финляндия, білмеймін қанша халқы бар, бір 3-4 миллион халқы бар шығар. Фин тілінде сөйлеседі. Норвегия 6 миллион халқы бар, Норвегия тілінде сөйлеседі. Ол мәселе тіл проблема емес. Мен бірақ нәрсе айтайын, жалпы тіл проблемасын шешу үшін. Бәріміз қазақ тілін үйренуіміз керек болды. Сол шешіледі.